защита, чуть-чуть защита қосамыз телефонда. Ол үшін телефон дегенді басамыз. Телефон деген ана трубканың суреті тұр ғой оң жақта. Осыны басамыз. Сосын егер мынау жоқ болса, басқаларда осындай зат жоқ болса, мысалы 3 сызықшаны басасыз, сосын настройкаға кіресіз. AONI спам деген жоқ болса, егер Play Marketке кіресіз да, Play Marketте телефон деп жазасыз. Телефон Google'дікі. Google'дікін скачать ету керекпіз. Google'дікі міне тұр. Google'дікі мынау. Ішіне кіреміз. Телефон Google деп тұрады. Соны открыть. Міне осы жерден установить етесіз. Сол қондырғаннан кейін заменить етесіз. Мына Google'дікіне. Сосын ішіне кіресіз да, 3 сызықшаны басасыз, сол жақта жоғарыда. Сосын настройки дегенге басасыз. Сосын AONI спам деп тұр. Соған кіресіз да, мына екеуін қосып жібересіз. Қосып қоясыз. Енді WhatsAppқа кіресіз енді. Келесі WhatsAppқа кіріп, настройкасына кіру керекпіз. 3 нүктені басасыз. Настройки. Сосын астында конфиденциальность дегенге кіреміз. Сосын ең астына түсіреміз да, расширенный дегенді басамыз. Міне защитить IP адрес деген. Соны басамыз. Осы үшеуін қосып жібересіз. Оқысаңыз болады, не зат екені. Подробныйды басасыз да, не үшін керек екенін оқысаңыз болады. Осы үшеуін.